Hazırki zamanımızda bolgan vaqiyani aytib beraman. Екі жас бірін-бірін сүйіп тұрмыс құрыпты. Aradan 9 ay өтіп, Алла Тағала оларға қыз перзент беріпті. Екеуі де теңдей қуаныпты. Бірақ әкесі, қане енді осы қызымның ізіне інісі ерсе екен деп ойлап қойды. Бірақ бұл ойы дұрыс келмеді. Aradan 2 жыл өтіп, олар және қыз перзенті болды. Солай етіп уақытлар өте берді. Һәм 3-ші қызы дүнияға келген күннен бастап әкесі, «Ей, Құдайым, бір ұл бер» деп налый бастады. Уақытлар өтіп, аялы және ауыр аяқ болды. Сол уақытта күйеуі аялына, егер мына ішіндегі де қыз болатын болса, көзім құртаман деді. Бірақ адамның емес, Алла Тағаланың қалауы болады дегендей, ол да қыз болды. Туылғанына жаңа бір әпте болған нәрестені әкесі қолына алып көшеге атылып шықты. Бір әптеден бері ұрыс жәнжелден діңкесі құрған аялы босағаға құлап түсті. Қасында 3 қызы, «Аға, ондай қылмаң» деп шырлауыменен қалды. Әкесі беймән нәрестені қолына алып, шеттегі бір бәндіргеге таслап кетті. Үйіне келсе, аялы жоқ, қызын іздеп келген. Бірақ таба алмады. Мың жаман болған менен әке бол. Кеште сол бәндіргеге барса, жаңағы бейшара нәресте еле жылап жатыр екен. Әлсізде қолына алып, үйіне қайта берді. Солай етіп, 4 қыз перзентпенен жасай берді. Алла Тағаланың мархаматы кең, оларға ұл перзент берді. Әкесінің қуанышының шегі жоқ. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Бірінші қызы дүниядан өтті. Алла Тағала оларға 2-ші ұл перзент берді. 2-ші қызы қайтыс болды. 3-ші ұлы дүнияға келген күні 3-ші қызы қайтыс болды. Әне, саған ұл керек пе? Маған қыз керек емес. Егер мына ішіндегіде қыз болатын болса, көзім құртаман демеді. Тілегің қабыл. Алла Тағала қызларыңды алды, орнына ұллар берді. Aradan уақытлар өтіп, бұл бейгүнә перзентлердің анасы дүниядан көз жұмды. Егер шесір аял болғанда еплеп балаларына қарар еді. Бірақ еркек адам үшін бұл ең ауыр нәрсе екен. Уақытлар өтіп, әкесі ауырып, төсек тартып жатып қалды. Оған тек қана сол бір қызы қарады. Балаларың аяқта дейсіз бе? Балаларының уақыты жоқ. Балаларының әкесіне хабар алуға уақыты жоқ. Олардың біреуі прокурор, біреуі бизнесмен, біреуі директор. Олардың әкесіне хабар алуға уақыты жоқ. Сен осындай ұл тілеп пе едің? Күні-түні Құдайдан тілеп алған ұлларың сенен бір мәрте хабар алмады. Ал ит жесін деп тастап кеткен қызың сенің қасыңнан 1 минуттан кетпеді. Саған осындай ұллар керек пе еді? Қазір сол қызың 40-қа шықты. Елі тұрмысқа шыққан жоқ. Неге? Себебі ол басқа үйге кетсе, ауру әкесіне кім қарайды? Әне соны ойлап отырыпты. Болмаса қайсы аял тұрмысқа шығып, ақ көйлек киіп, той көріп, балалы болуды қаламайды. Бұл аял адам үшін ең үлкен бақыт емес пе? Әне сол бақыттан кешіп, ауру әкесіне қарап отырыпты. Әне сол бақыттан кешіп, бәндіргеге тастап кеткен әкесіне қарап отырыпты ғой.
Соның үшін еш уақытта әсіге кетпеу керек. Алла Тағала саған қыз перзент берді ме? Жәннеттен бір есік ашып қойды. Ал сен болсаң, жәннеттің 4 есігін өз қолдарыңменен жаудың. Жігітлер, біздер қанша шіренбейік, қанша ұрынбайық, ата-анамызға қыз перзенттей мейірімді бола алмаймыз. Тәңірден ол сұрай берді бір құла. Адам айтқаны болмас, түсінсең бұны. Төсек тартып жатып көрсең білерсен, бір қыз орнын баса алмайды 10 ұлың.